Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерменен винегрет салатының рецебімен бөлісетін боламын. Бізге винегрет салатын дайындау үшін алдыменен піскен картоп қажет. Осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Мен мұнда 2 тал картоп алдым. Енді осылай піскен сәбізімізді де 4 бұрыштап турап аламыз. Сәбізден мен 2 дана қостым. Мен винегрет салатына осылай аз көп қосқанды ұнатамын. Қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Осыған енді тұздалған қырыққабатымызды қосамыз. Піскен қызылшамызды осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Қызылшадан мен 3 данасын қостым. Осылай көп бұршақтан саламыз. Қалауымызша сұйық май құямыз. Тұз себеміз қалауымызша. Қара бұрыш себеміз. Біздің винегрет салатымыз дайын болды. Осыны енді жақсылап араластырып, дастарханға қоя берсек болады.